Бәріне сәлем оқушылар, IQ Химия каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мирас ағай бүгін 2025 жылы нағыз ұбт-да болған химия нұсқасын талдайтын боламыз. Алдымен кішігірім пайдалы ақпарат. Жалпы осындай нұсқаларды қайдан алуға болады, нағыз ұбт варианттарын қайда тапсыруға болады. Жалпы екі опция бар, екі жерден нағыз, яғни тест-центр орталығы ұсынған официальный варианттарды алуға болады. Біріншісі тегін, екіншісі ақылы. Өз браузерлеріңізді ашып, поисковикке Prop Test Center деп жазсаңыздар, міне Prop Test Center, осы Prop Test Center KZ сайтында тегін 3 нұсқа тапсыруға болады. Тек қана химия емес, жалпы 5 пән бойынша. Бүгін, кстати, осы 3 нұсқаның біреуін талдайтын боламыз. Екінші вариант ақылы вариант. Яғни енді Prop Test Center емес, ал осында Up Test Center деп жазатын болсаңыздар, Up Test Center бұл жерде бізде ақылы 10 вариант бар. Осы бүкіл 10 вариантты мен талдадым. Кейбір варианттардың талдауларын өзіміздің каналымыздан көре аласыздар. Сондықтан каналға жазылып отырамыз, видеоға лайк басып отырамыз. Осымен нұсқа талдауымызды бастаймыз. Бірінші сұрақ. Металдық байланыс түзетін элементтің электрондық құрылысы дейді. Яғни металдық байланыс ол бізге таза металдарға тән, сәйкесінше мына варианттардың ішінде қайсысы металл екенін табайық. 5S2 5P5 дейді. Яғни 5-ші период S2P5 2+5 7-ші топтың элемент деген сөз. Көрейік ал. 5-ші период 7-ші топ. Так, міне 5-ші период 7-ші топ ол әрине бізде йод, бұл галоген бейметалл. Келесі 6S2 6P3, яғни 6-ші период S2P3 бізге 5-ші топты беріп тұр. 6-ші период 5-ші топ. Так, период міне 6-шы, 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, міне висмут бізде металл. Өзі P элементтерінің ішінде анау диагональдің төменгі жағындағы барлығы бізге металдарға жатады. Висмут, бұл біздің дұрыс жауап. Қалған екі вариант қарамаса да болады. 3S2 3P3 деген жол бізде фосфор, яғни 3-ші период 5-ші топта орналасқан, және соңғы вариант бұл бізде көміртек болу керек, 2-ші период 4-ші топта орналасқан. Келесі период бойынша солдан оңға қарай дейді. Қайтадан период бойынша, яғни кестені қарайтын болсақ, период бойынша солдан оңға қарай дейді. Жауаптар тексермес бұрын бір теорияны бекітіп алайық. Жалпы период бойынша сол жақтан оңға қарай бізде барлық металдық қасиеттер, металдарға тән қасиеттер кемейді, ал бейметалдарға тән қасиеттердің барлығы артады. Көрейік варианттарды. Тотықсыздандырғыш қасиет артады дейді. Тотықсыздандырғыштық ол бізде металдарға тән, сәйкесінше тотықсыздандырғыш кемейді. Бейметалдық қасиеті кемейді дейді. Қайтан солдан оңға қарай жылжыған кезде біз металдардан бейметалдарға қарай жылжып жатырмыз, сәйкесінше нелогично металдық қасиет, бейметалдық қасиет керісінше арту керек. Негіздік қасиет артады дейді. Жоқ, негіздік қасиет ол металдарға тән, негіздік қасиет кеміп жатыр, ал қышқылдық қасиет артып жатыр. Және соңғы вариант, бұл бізде дұрыс жауап, тотықтырғыштық қасиет артады. Тотықтырғыштық қасиет әрине бізге бейметалдарға тән. Келесі мұз сульфаты эквивалентті ертіндісі берілген электролиз. Электролиз теңестіріп, реагенттер алдында қойылатын коэффициенттер қосындысы дейді. Электролиз ұбт-да жиі кездесетін тақырыптардың бірі, күрделі тақырыптардың бірі негізі жалпы химия ретінде қарастыратын болсақ. Бірақ та негізгі ұбт-ның негізгі электролизі өте оңай. Өзі бір 5 жақты айналып келетін реакция бар, соны жақсылап бекітіп алса болады. Жиі кездесетін реакциялардың бірі осы мұз сульфатының реакциясы, содан бастайық. Так, купрум С4 сул ерітінді болғандықтан плюс H2O. Так, электролизде анод және катод деген ұғымдар бар, яғни ол жерде не түзіледі? Катодта бізде әрине металдың өзі түзіледі. Катод, яғни металл бізде өте әлсіз, сондықтан ол өзі түзіледі. Так, анодта бізде оттегі бөлінеді, өйткені металл әлсіз болғанымен, ал қышқыл қалдығы, оттекті түсті қышқылдың қалдығы сәйкесінше ол электролизге түспейді. Анодты А деп қояйық. Және плюс H2S4 қышқылы түзіледі бізде. H2S4, яғни S4 пен ештеңе болмайды. Купрум тұнбаға түсті, ал S4-тің жаңа парасы керек. S4 деген жай ғана S4 болып қалуы мүмкін емес. Ол бізге әрине сутекті береді. Мынаны теңестіретін болсақ, коэффициенттер аса қиын емес, барлығын екі еселесе болады. 2 купрум S4, яғни 2 купрум және мына жақта 2 S4. S4-тер теңестіріп алдым. Так, 2H2 2H2 дұрыс, және мына жақта бізде 2 оттек бар, мына жақта да 2 оттек бар. Яғни байқасаңыздар, мен S4-тегі оттекті жеке санап жатқан жоқпын, ал S4-ті бүтінде жеке-жеке санап жатырмын. Ион ретінде. Өте ыңғайлы. Так, реакциямыз дайын. Реагенттердің коэффициенттер қосындысы 2-де 2, яғни 4-ке тең.
Келесі, төртінші сұрақ, Ле Шателе, бұл да ұбт-ның кез келген вариантында кездесетін тақырып, жақсылап тұрып меңгеріп алу керек. Тепе-теңдіктің ығысуына әсер етпейді дейді. Яғни Ле Шателе принципі. Қысыммен әсер етеді, концентрация әсер етеді, температура әрине әсер етеді, тек қана катализатор тепе-теңдік ығысуына әсер етпейді. Ол тура реакцияны да, кері реакцияны да жылдамдығын бірдей арттырады. Ары қарай, карбонат С3 анионына сапалық катион дейді. Бұған қатысты өзі екі ситуация бар. Өз варианттарын таңдайтын болсақ, енді бұл жерде кальций, яғни кальций мен карбонат реакцияға түскен кезде бізде кальций С3 ақ түсті тұнба түзіледі. Бұнымен абай болыңыздар, негізі басқа жауапта келу мүмкін, карбонатқа тағы да келеді сутек. Яғни любой қышқылдалатын болсақ, карбонат арқылы екеуі бізге газ береді. Осы реакциялар бекітіп алайық. Біріншісі, яғни қазіргі жауабымыз ол бізде кальций кез келген. Так, давайте мен конкретно мысал келтірейін. Мысалы, кальций хлориді болатын болса, оған натрий 2 карбонатын қосатын болсақ, бізде кальций С3 ақ түсті тұнба пайда болады, плюс 2 натрий хлор. Бұл бізге сапалық реакция. Немесе кез келген қышқылдалатын болсақ, мысалы натрий 2 СО3 плюс қандай да бір H хлор болсын. H хлор. Любой карбонатқа кез келген қышқылды қосқан кезде бізде нәтижесінде СО2 газы бөлінеді. Бұл да сапалық реакцияға белгі. Осы екі жауапты білу керек. Қышқыл және кальций. Ары қарай. Судағы ерітіндісі әлсіз негіздік қасиет көрсететін ұшқыр сутекті қосылыстар дейді. Бұл жерде мысал ретінде қарастырып көрсек болады. Сәл негіздік қасиеті дегеніміз ол бізге бейметалдардың ішінде тек қана аммиакқа тән. Көбінесе аммиак, яғни 5-ші топтың элементтеріне. Неге мен бейметалдар жайлы айтып жатырмын? Өйткені ұшқыш сутекті қосылыс дейді. Металл бар қосылыс ешқашан ұшқыш болмайды, сондықтан тек қана бейметал жайлы. Сонда жауабы RH немесе NH аммиак, немесе PH фосфордың қосылысы фосфин деген бар. Оның негізгі қасиеті әлдеқайда төменірек аммиактан қарағанда. Дегенімен классикалық мысал бұл бізде аммиак. Әшейінде негізгі қасиет ол бізге металдарға тән. Құрамында алюминий кездесетін табиғи қосылыстар дейді. Бұл бізде минералдардың тривиалды атауларына берілген тапсырма. Өзі жалпы ұбт-да химия кітабында көптеген минералдардың атаулары бар, өте күрделі атаулары бар. Сондықтан мен кеңес беремін, негізгі минералдар жаттап алса жеткілікті. Өзі мысалы каолинит деген секілді, нефилин секілді ондай қосылыстар аса кездесе қоймайды. Негізгілерін жатқа білсеңіздер, аса қиындық туындамайды. Мысалы міне карунт. Карунт дегеніміз алюминий оксиді. Бұл бізде алюминий минералы. Каолинит бұл да алюминий минералы, формуласы күрделі, оны прям жатқа білу міндетті емес. Шынымды айтсам, мен оны өзім де білмеймін, бірақ та құрамында алюминий бар екенін точно білемін. Так, флюорит дейді. Флюориттің формуласын білу керек. Бұл бізде кальций фториді, кальций фтор 2. Так, поташты да білу керек. Бұл бізде калий карбонаты, калий 2 СО3. Және мына жерден сильвинді бөліп алуға болады. Сильвин және сильвинит деген минералдар бар. Бұнда атауларын білу керек. Келесі. Сұйық шыны алу үшін қажет реагенттер дейді. Так, бұл да жақсы сұрақ. Сирек кездеседі дегенмен бұл да ұбт-ның сұрағы. Сұйық шыны дегеніміз натрий мен калийдің натрий немесе калийдің силикаттары. Калий 2 немесе натрий 2 силициум былай. Жеке-жеке немесе жалпы қосып жазсақ болады. Яғни қай реакция нәтижесінде мен мына затты ала аламын. Так, қалайы оксиді күйдіргіш натр дейді. Бұл жерде енді маған как минимум натрий калий және кремний қажет. Бұл жерде мен кремний көріп тұрған жоқпын. Кремний бар, бірақ балқытқыш қышқыл деген натрий калий жоқ, ол H фтор. Кремний оксиді және сода дейді. Мынау біздің дұрыс жауап қазір көрсетемін. Қорғасын, бұл жерде қайттан натрий калий жоқ. Ал қай реакция жайлы айтылып жатыр? Так, кремний так, назад қала берсін. Кремний оксиді силициум O2 плюс сода дейді. Сода дегеніміз натрийдің карбонаты. Нәтижесінде бізде пайда болады натрий 2 силициум O3 плюс SO2 газы бөлінеді. Кішігірім орын басу реакциясына ұқсас. Міне, алынған зат бізде сұйық шыны деп аталады. Натрийдің немесе калийдің силикаттары. Ары қарай. Аммоний хлоридінің сапалық реактиві дейді. Бүгін сапалық реакциялар жиі кездесіп жатыр. Жалпы аммоний хлоридіне екі вариант болуы мүмкін. Смотря аммоний қажет па немесе хлорид қажет па. Өзі сапалық реакция деген мағынасын түсініп алайық. Сапалық реакция дегеніміз қандай да бір қоспаның ішінде қандай да бір зат бар жоқ екенін тексеру. Мысалы менде қандай да бір білмеймін, мысалы қандай да бір су берілген, сол судың ішінде маған
сульфат иондар бар ма жоқ екенін анықтау керек. Ол үшін бізге арнайы сапалық реакция жүргізіледі. Мен нәтижесінде қандай да бір көзбен көретін бір эффект көруім керекпін, чтоб айту үшін. Иә, мынаның ішінде сульфат бар деген секілді. Осыған қатысты аммонийдің классикалық реакциясы оған гидроксидтердің қолданылуы. Бұл жерде бізде дұрыс жауап натрий гидроксиді, ал реакцияны түсіндіре кететін болсақ, көрсететін болсақ, яғни міне NH4 хлориді берілген, и оған қосады натрий OH, калий OH бәрібір. Так, бізде қандай жауап болды жаңа? Натрий гидроксиді, және натрий OH болсын. Натрий OH. Так, мына жерде алмасу реакциясы натрий хлорды алып алады, ал NH4 өзіне OH талап, уақытша NH4 OH аммоний гидроксидін береді, ал бұл зат оп-оңай аммиак пен суға ыдырап кетеді. Тура CO2H2O секілді. Міне. Нәтижесінде бізде аммиак өткір иісті газ пайда болады және су. Яғни қорытатын болсақ, мына заттың құрамында аммоний бар ма жоқ па екенін анықтау үшін оған натрий OH ерітіндісі қосылады. Егер де нәтижесінде өткір иісті газ пайда болатын болса, бұл аммоний деп айтуға болады. Ал егер де ондай байқалмаса, бұл басқа зат деген секілді. Бұл таза практикадан келген, дегенімен кішігірім негізгі сапалық реакцияларды білу керек. Оттек пен күкірт бір топтың бейметалдары, екеуі де 6-шы топта орналасқан. Солай бола тұра дейді, оттек тұрақты эквивалентті, ал күкірт ауыспалы валенттілік көрсету себебі дейді. Өте керемет сұрақ, бұл бізде барлығы элементтердің атом құрылысынан пайда болып тұр. Көрейік ал. Ол үшін әр элементтің конфигурациясын жазып қояйық. Екеуі де неше 6-шы топтың элементтері, екеуі де 6-шы топта орналасқан. Сәйкесінше 6-шы топтың элементтерінің конфигурациясы NS2, NP4. Қайтадан N дегеніміз период номері, ал S2P4 дегеніміз жалпы 6 электрон бар деген сөз. Тура осылай жазатын болсақ, мысалы оттекті жазатын болсақ, оттектің конфигурациясы, оттек екінші периодта орналасқан, сондықтан оныкі 2S2, 2P4. Ал тура соның астында орналасқан бізде күкірт уже 3-ші период, оныкі 3S2, 3P4. Екеуінің конфигурациясы бірдей, бірақ та валенттілігі күкірттікі 6 болады, ал оттектікі постоянно 2. Неге байланысты? Проблема олардың яшықтарында. Естеріңізде болатын болса, бізде оттек екінші периодта орналасқан, сәйкесінше ода тек қана S және P орбитальдар ғана бар. Ал күкірт бізде орналасқан 3-ші периодта. 3-ші периодта S орбиталь бар, P орбиталь бар, және 3-шіде D орбиталь деген бар. D орбиталь күкірт үшін мүлдем пустой. Ішінде бірде электрон жоқ, өйткені өз жалпы мына жақта 2 электрон жетіспей жатыр, чтобы 6-ға дейін жету үшін. Енді күкірт валенттілігі 6-ға дейін қалай жетеді? Мына жердегі электрондар, міне пара құрып тұрған электрондар бос мына D яшыққа секіре бастайды. Өз D яшық дегеніміз 5 орбиталь. Яғни 5 пустой яшық бар, сәйкесінше электрондар секіріп, орындарын босатып, яғни жұптаспаған электрондар құра бастайды. Жұптаспаған электрондардың құру себебі, чтоб жаңа байланыс құру. Оттекте өкінішке орай ондай мүмкіндік жоқ. 2D деген бізде яшық жоқ, сәйкесінше электрондар басқа жақтарға секіре алмайды, сәйкесінше басқаша валенттілік көрсете алмайды. Тура солай фтормен. Фтор бізде 7-ші топта орналасқан, мысалы, бірақ та валенттілігі әрдайым 1. Неге? Өйткені ода бос 3D яшығы жоқ. Сонда күкіртте D орбитальдар бар деген сұрақ бізде. Жауабы. Ары қарай, аммиактың хлорсутек қышқылымен әрекеттесу реакцияларының белгілері дейді. Бұл да кішігірім сапалық реакцияға ұқсас, көрейік. Так, аммиак бізде NH3 плюс хлорсутек H-хлор. Бізде қосылу реакциясы нәтижесінде аммоний хлориді пайда болады. Аммоний хлорид деген бізде тұнба емес, сондықтан мына берілген варианттардан дұрыс жауабын теріп алса болады. Тұнба, так, қоңыр газдың бөлінуі дейді. Қоңыр газ бұл жерде жоқ, ол NO2 жайлы, және соңғысы ақ түтіннің бөлінуі дейді. Кішігірім ақ түтіннің бөлінуі осы реакцияның эффектісі. Егер де оны жатқа білмесеңдер де, как-то логически келтіріп алуға болатын секілді. Тұнба бұл жерде мүлдем жоқ, қоңыр газ деген енді жақсы оны білу керек. Сонда тек қана соңғы вариант ақ түтін қалып тұрмаған. Ары қарай, 12-ші сұрақ. Хром плюс 6 тотығу дәрежесін көрсететін қосылыстар дейді. Өте оңай сұрақ. Бұл жерден қайсы точно келмейді, соларды алып тастаса болады. Мысалы, А варианты точно минус, өйткені хром 2 O3 дейді. O3, өйткені хром бұл жерде 3 валентті, келмейді. Маңызды момент валенттілік және тотығу дәрежесі мен бірдей алып тұрмын. Негізі нағыз химияда әрдайым бірдей емес ол. Дегенмен мектепшілік химияда тотығу дәрежесі ол тура сол валенттілік, тек қана плюс-минус дәрежесімен. Кеттік ары қарай.
хром OH мынаны тиіспей ақ қояйын, маған бірден хром OH екі еселенген көзге түсіп тұр. Өйткені бұл жерде OH екі еселенген, яғни бұл жерде хром эквивалент деген сөз. Так, С варианты идеальный, оны тексермесе де болады, өйткені +6 көрсететін дәреже хром, ол бізде қышқылдық қасиет көрсетеді. Яғни оның сәйкес қышқылдар бар. Бұл жерден бізге дайын қышқылдар беріп тұр, сондықтан керек болса тотығу дәрежесін анықтауға болады. Дегенмен бұл жерден бәрі көрініп тұрған секілді. Тура солай соңғы вариантта келмейді. Мына жақта хром OH 3 еселенген, яғни 3 валентті хром және хром О дейді. Хром О дегеніміз ол эквивалентті немесе +2. Ары қарай агрегат күйлері газ болатын алкандар. Алкандардың физикалық қасиеті оңай сұрақтардың бірі деп ойлаймын. Алғашқы 4 алкан бізде газдар. Яғни метан, этан, пропан, бутан. Пентаннан бастап С15-ке дейін бізге сұйықтықтар, С15-тен жоғарын барлығы бізде қатты заттар, немесе парафиндер деп атайды оны. Органиканың теориясы. Ары қарай қайтадан физикалық қасиеттер түссіз, шырын тәріздес, яғни қою, тәтті дәмі бар, су мен этанолды жақсы еритін, қайнау температурасы 290 өте жоғары болатын қосылыс дейді. Так, варианттарын қарау керек. Негізі жауабымен просто келтіре салуға болады. Дегенімен варианттарын қарап көрейік ал. Глицерин дейді. Глицерин кеп тұрған секілді, глицерин қасиеттерін қарайтын болсаңыздар, осы бізге қоймалжың ауырдат негізі. Метанол точно келмейді. Қайнау температурасы оңқы өте төмен. Нитроглицерин дейді. Так, нитроглицерин қасиеттерін қарау керек. Дегенімен мынандай толықтай сипаттама бізге глицерин жайлы ғана берілуі мүмкін. Және этиленгликоль дейді. Этиленгликольді қасиеті бойынша кішігірім ұқсас, дегенімен оның қайнау температура соншалықты жоғары емес. Дұрыс жауабы глицерин. Бұл жерде енді сұрақ точно білесің или білмейсің. Терефталь қышқылы мен парафенилен диамин арасындағы поликонденсациялану реакциясының өнімі дейді. Бұл реакцияны енді жай ғана жатқа білу керек. Кстати, формуласын бәрін жатқа білу міндетті емес, хотя бы атауларын білу керек. Кевлар тура сондай күрделі реакция бойынша лавсан алынады, эпоксид шайыр дегеннен қарапайымырақ, және графен дейді. Графен шын айтсам полимерлерге мүлдем қатысы жоқ оның. Көміртек тақырыбынан. Ары қарай, изопрен көк сағыз дейді. Бұл бізде алкадиндер тақырыбынан, алкадиндер бізде табиғатта өте көп, дегенмен екі маңызды алкадин бар, оны жатқа білу керек. Ол бізде изопрен, яғни табиғи көк сағыз, табиғи каучук алынады одан, және дивинил деген бар, немесе бутадиен 1,3. Бұл бізде уже синтетикалық жасанды көк сағыз. Так, изопрен формуласын жай ғана жатқа білу керек. Ол бізде 2 метил бутадиен. Міне, 2 метил, міне, екінші көміртекте CH3 бізде шығып тұру керек. Так, басқа варианттарда мына жақта CH3 бар, бірақ та 3-ақ қана көміртек болып тұр. Бізде 4 көміртек болу керек, және соның мына екеуінің біреуінде CH3 метил радикалы шығу керек. Нәтижесінде бізде одан табиғи көк сағыз алынады. Ары қарай, тепе-теңдік константасы жақсы сұрақ. Тепе-теңдік константасының формуласын білу керек. Так, давайте соны мен формуласын жалпы айта кетейін, сосын конкретно мынаны қарастыра кетеміз. Егер қандай да бір А заты болсын, Б затымен реакция түседі. Мына жерде үлкен әріптер реагенттер, ал кішкентай әріптер коэффициенттер. Екеуі реакция өтсе, бізге С заты мен Д затын береді. Д заты. Осы реакция бізде қайтымды реакция болсын, енді оның тепе-теңдік константасын қалай өрнектейміз? Давайте осыны бекітіп алайық, сосын кез келген реакцияға жазуға болады. Кез келген реакцияның тепе-теңдік константасы ол өнімдердің концентрациясы, өнім бізде С мен Д, бөлінген реагенттердің концентрациясы. Квадратный жақша ол бізде концентрацияны білдіреді. Так, абай болыңыздар, егер формула білген болсаңыздар, бір және жетіспей жатыр, бұл жерде дәрежелер жетіспей жатыр. Мына алдындағы заттың алдында коэффициент болатын болса, ол сол заттың концентрациясының дәрежесіне кетіп отыру керек. Мысалы, міне, С-ның С дәрежесі. Мына дәрежені мен былай белгілеп отырмын. Д-ның Д дәрежесі, А-ның А дәрежесі, және Б-ның Б дәрежесі. Түсіндіре кетем. Мысалы, мына жақта, білмеймін, 2 деген сан болатын болса, онда С-ның квадрат деген сөз. Немесе мынаның алдында 3 болатын болса, онда Б-ның кубы деген сөз. Ал егер алдында ешқандай сан болмаса, немесе 1, онда жай ғана квадратный жақша Д деп қоямыз. Дәрежені жазу қажет емес, бір дәрежесі деген аса мағынасы жоқ. Так, енді көрейік. Бізде мына жақта 2 өнім бар, ал мына жақта бізде бір қана өнім, СО заты. Яғни, осы логика бойынша бізде мына реакцияның, так, давайте все-таки мен жаза салайын. СО плюс С тең 2 СО болып тұр. Осы реакцияның тепе-теңдік константасы өнім СО,
Так, алдында 2 деген саны бар, сондықтан СО-ның квадраты бөлінген, мына жақта абай болыңыздар, тек қана 2-ақ қана өнім бар. Мына жақта 1-ақ қана өнім. Сондықтан СО-ның квадраты бөлінген СО2-ның концентрациясы бөлінген СО2 ешқандай дәрежесі жоқ, өйткені СО2-ның алдында коэффициент берілмеген, және көміртекпен абай болыңыздар. Тепе-теңдік константасына тек қана газды заттар ғана ескеріледі. Затты біз ескерілмейміз, сондықтан формуламыз осымен ғана аяқталып тұр. СО-ның квадраты бөлінген СО2. СО-ның квадраты бөлінген СО2. Міне, СО-ның квадраты бөлінген СО2. Мына жауаппен абайлаңыздар, мына көміртекті ескеріп тұр. Ол қатты зат мына жақта көрсетілген, ал қатты заттар бізде формуланың ішіне кірмейді. Ары қарай 17 сұрақты талдап тастадық. Енді есептер бөліміне көшек. Бірінші қарапайым есеп продем. Натрий мен суды араластырған, натрий мен су әрине реакция түседі, ерітінде түзілген сілтінің массалық үлесі дейді. Кеттік ал, реакциясын жазып отырайық, бірге талдап отырайық. Так, бізде натрий бар, оны суға салады, суда H2O немесе HOH деп жазып қойса да болады. HOH деп жазудың себебі механизм түсінуге ыңғайлырақ. Натрий OH. Яғни натрий мына сутекті ығыстырып жіберді, бізде натрий OH пайда болды, және H2 газы пайда болады. Ұмытпаймыз, сутек әрдайым H2, O2, N2. Так, енді теңестіру үшін мыналарды барлығын екі еселеп тастаса жеткілікті. Реакциямыз теңесіп тұр. Так, судың массасы берілген 230 грамм, натрийдің массасы берілген, және судың көлемімен абай болыңыздар. 770 миллилитр и 22,4 деген санның орасында ешқандай қатысы жоқ. 770 миллилитр ол 770 грамм деген сөз. Су қанша литр, сонша килограмм. Қанша миллилитр, сонша грамм болады. Так, бірақ та мына жерде бізге 770 қажет емес, өйткені су бізде явно артық мөлшерде алынған, өйткені біз ерітінді алып жатырмыз, 770 судың барлығы реакция түспейді, ол бізге қажет емес. Бізге натрий OH массасы қажет. Өйткені бізде реакция жүреді, натрий жойылып кетеді, бізде натрий OH пайда болады. Осы натрий OH массасын тауып алайық. Так, массаның астына бізде әдеттегідей коэффициент көбейтілген мр. Осыдан енді калькуляторымызды ашып, массаны тауып алайық. 230 көбейту 2 көбейту 40, бөлінген санды 2-ке бөл 23-ке. 400 грамм. Егер де мен нұсқа талдауларымды енді ғана көріп жатқан болсаңыздар, мен әдісіме үйреніп алыңыздар. Мен алдымен реакцияны жазамын, реакция барлық есептегі сандарды енгіземін, тек қана сосын калькуляторды ашып, сразу соңғы жауабын табамын. Мынау енді оңай есеп, дегенмен қазір алда көресіздер әлі. Так, натрий OH массасы бар 400 грамм, яғни ерітіннің ішінде натрий бізде жоқ, өйткені ол сумен бірден реакция түседі, бізде натрий OH пайда болады. 400 грамм. Осы натрий OH-ның омегасын тап дейді. Омега натрий OH ол тең оның массасы бөлінген масса ерітінді. Ал масса ерітінді бізге 1000-ға тең. Неге? Өйткені бізде 230 натрий бар және 770 су бар. Екеуін қосқан кезде бізде 1000 деген сан шығады. Жалпы ерітін массасы 1000-ға тең. Так, 400 мыңның неше проценті? Калькуляторсақ белгілі шығар, 40%-не тең. Көбейт 100-ге, сонда бізде 40% шығады. Так, көбейтем 100-ге, сол кезде жауабы 40%. Бар маңдай? Так. Хотя мына есепке кішігірім қосымша мәлімет, кейбір есептерде абай болу керек. Мына жақта сутек газы бөлініп жатыр, оның массасы аса үлкен емес, сондықтан жауапқа қатты әсер етіп тұрған жоқ. Дегенмен ерітін массасы реакцияның соңында 1000 грамм емес, 1000 граммнан сәл аз. Өйткені сутек газ бөлінді. Сутек ерітіндіден шығып кетті, ауаға кетіп қалды, яғни ол минус. Сутектің массасын негізі ескеру қажет, сол кезде бізге 100% жауап шығады. Дегенмен мен вариант жауаптарын көріп тұрмын, енді бүтін сандар беріп тұр, сондықтан бұл жерде оны ойлап тұрған жоқтар шығар. Дегенмен кейбір есептерде СО2, H2S деген секілді үлкен ауыр газдар бөлінетін болса, оның массасын еще минусоваттап, ерітін массасын кішірейту қажет. Бұл жерде абай болыңыздар. Ары қарай, ацетилен жану реакциясы берілген, реакция дайын тұр бізде. Абай болыңыздар, реакция бұл жерде теңеспей тұр. Бұлда да ерекше момент, обычно мынандай термохимиялық реакцияны берген кезде әрдайым коэффициенттермен тұратын. Так, пайдаланып 30% қоспасы бар 30 литр ацетиленді жақса бөлінетін жылу эффектісін анықта дейді. Так, жақсы, реакциямыздан бастайық, реакциямызды теңестіріп алайық, термохимиялық теңдеуімізді жазып алайық. С2H2 плюс O2 бізде СО2-ні беріп тұр, және H2O, және 2600 килоджоуль. 2600 килоджоуль. Так, реакциямызды теңестіріп алайық. Көміртек екеу. Көміртек енді екеу.
Сутек 2, сутек 2. Так, оттекті қарайық. Оң жағымызда бізде 4 оттек және 1 оттек 5, мына жақтан уже 5 оттек жасау мүмкін емес. Сондықтан коэффициенттерімізді 2 еселеп тастаймыз. Мынаның алдына 2-ні қоям, мынаның алдына 4-ті қоям, мынаның алдына 2 қоям. Енді оттектер санайтын болсақ, 4-те 2 8, 2-де 1 2, жалпы 10 штук, яғни 5O2 болу керек. 5O2. Термохимиялық теңдеуіміз дайын, яғни термохимиялық теңдеуіміздің мағынасы бұл жерде реакцияға 2 моль ацетилен немесе 2 көбейтілген 22,4, 44,8 литр ацетилен жанған кезде бізде сәйкесінше 2600 килоджоуль жылу бөлінеді. Енді сұрақ, құрамында 30% бар 30 литр ацетиленді жаққан кезде қанша жылу бөлінеді дейді. Мына жерде бірден жазып қояйын, 30-дың бізге 70% ғана қажет, сәйкесінше Q. Так, қазір бір түсіндіре кетейін, міне пропорцияның асты, мына бізде пропорцияның соңы. Мына Q-ді анықтауымыз қажет. Бағана айтып кеткендегідей, есепте берілетін сандарды мен бірден пропорцияма қыстыруға тырысамын, сондықтан мына 30%-ті мен мына жаққа 0,7 деп жазып қойдым. Абайлаңыздар. Яғни 30% ол қоспа, қандай да керек емес қосынды заттар. Яғни тазалығы 70%. 30 литрдің 70% ол бізде 0,7. Егер де математикамен қиыншылықтар туындап жатса, қазір проценттер көбейеді, пропорциялар көбейеді, ондай қиындықтар туып жатса, міндетті түрде мен каналыма өтіп, бұл жерде химиктерге арналған математика деген жаңа сабағым бар, міндетті түрде танысып алыңыздар. Өйткені химияның есептерін шығару үшін сіздерде 5-6 класстың математикасы мықты деңгейде болу керек. Яғни қарапайым пропорция, қарапайым проценттер. Кеттік, ал пропорциямызды құрдық, мына Q-ді анықтайық. Яғни мынау берілген. Мына жерде қайталап кетейін, 2 көбейту 22,4, өйткені алдында 2 деген коэффициенті бар. Ал неге 22,4? Өйткені бізде үстінде көлем берілген. Енді калькулятор санайық. 30 көбейту 0,7 көбейту 2600 бөлінген 2 бөлінген 22,4. Егер де мен пропорцияны қалай есептеп жатырмын түсінбей жатсаңыздар, точно жаңағы математика сабағын қарау керек. Так, 1218. 1218. Бар ма? Жуықтап алған кезде 1219 болып тұр, Жақсы. Кстати, сұрақтар туындап жатса, ұялмаңыздар, міндетті түрде жазып отырыңыздар. Жаңағы видеоның уақытын көрсетіп отырыңыздар, қай жерде немесе қай сұрақта мынау қайдан пайда болды, мынау неге былай айтатын заттарыңыз болса, міндетті түрде жазып отырыңыздар. Өзім лично комментарийға жауап беріп отырамын. Кеттік, классика қоспалар есебі теңдеулер жүйесі арқылы шығаратын есеп. Магний мен темір құймасы берілген. Так, бірден толтырып отырайын. Магний мен темір құймасы берілген, магний және темір. Екеуінің жалпы массасы 22 грамм. Жақсы. Осыны тұз қышқылымен өңдейді дейді. Тұз қышқылымен бізде қарапайым орын басу реакциясы, нәтижесінде магний хлор 2, өйткені магний эквивалентті және сутек бөлінеді. Тура осылай темір үшін көше салайын. Магнийдің орнына темір. Реакциямыз дайын. Магний үшін реакцияны жазу аса қиын емес, өйткені магний тұрақты эквивалентті, ал темірмен абай болу керек. Өйткені темір валенттілігі 2 болуы мүмкін, 3 болуы мүмкін. Именно осы реакцияда ол эквиваленттілік көрсетеді, оны жатқа білу керек. Нәтижесінде бөлінген газдың көлемі бізде берілген, мынау жалпы газдың көлемі берілген. Осы арқылы біз теңдеу жүйесін құрып, осы теңдеуімізді шығаруымыз қажет. Так, давайте мына жерге берілген жазып қояйын. Магний мен феррум екеуі жалпы 22 грамм. Және бізде бөлінген сутектің көлемі бар, VH2 тең 16,8 литр. Осының негізінде есебіміз шығаруымыз қажет. Так, бізге орын көбірек қажет болады, сондықтан былай жасап қояйық. Так, кеттік ал. Мынандай есептердің шығару жолы өте көп. Кім қалай шығарады? Мен өз стилімде шығарып отырайын, яғни әдеттегідей XY айнымаларын енгізіп көрейік. Допустим, менде X моль магний бар және Y моль темір бар. Так, осы арқылы мына алғашқы 22 граммды енді түрлендіріп алып, алғашқы теңдеуімізді құрып алсақ болады. Так, абайлаңыздар, X, Y менде моль. Мен міндетті түрде теңдеулер жүйесіне мольді қолданып отырамын, сондықтан граммен шатастырмайық. Енді X моль магнийдің массасы нешеге тең? Оны жай ғана атомдық массасына көбейтеміз, яғни 24X. Атомдық массасы. Тура солай темір. Темірдің атомдық массасы 56, яғни 56 грамм 1 моль үшін. Ал қанша моль темір екен біз әзірше білмейміз. Сондықтан 56Y. Так, екеуінің қосындысы бізге 22-ні береді. Есепте беріліп тұр массасы.
Келесі сутек бойынша жұмыс істейік. Мына сутектің көлемдері бізге берілген. Оны біз әзірше қандай да бір сан арқылы, пропорция арқылы оны таба алмаймыз. Өйткені 16,8 мына екі сутектің қосындысы. Сондықтан әрбір сутекті мен x арқылы, y арқылы түрлендіремін. Темір мен магнийдің алдында коэффициент жоқ, сутектің алдында коэффициент жоқ. Сондықтан қанша моль магний, сонша моль сутек. Қанша моль темір, сонша моль сутек бөлінеді. Осыдан бізде екінші теңдеуіміз x плюс y тең, абайлаңыздар, 16-та 8-ін жазып қоймаңыздар. 16-та 8 ол бізде көлем. Ал x плюс y ол бізде моль. Ол үшін не істейміз? Мына көлемді просто мольға айналдыра салайық. 16,8-ді бөлеміз 22,14-ке. Кез келген көлемді мольға айналдыру үшін біз 22,14-ке бөлетінбіз. 16-да 8 бөлінген 22-де 4. Так, 0,75. 0,75. Яғни x пен y-дің қосындысы 0,75. Теңдеуіміз дайын. Теңдеу жүйесінен шығаруымыз қажет. Өзі жалпы есепте не сұрап тұр бізде? Қоймадағы металдар, қоспадағы металдардың үлестерін анықта дейді. То есть бәрібір қайсын табамыз? X табамыз ба, Y табамыз да кез келген жасаса болады. Бірінші теңдеуімізді түрлендіріп алайық. Бұл жерден x шығарып алайық. Ол 0,75 минус y болады, иә? Мына жақта плюс y, теңдеудің оң жағына бізге минус болып барады енді. Енді осы x-тің мәнін, мына x-тің мәнін мынамен алмастырып алайық. Как раз біз x-тен құтыламыз да есебімізді таза y-пен шығара бастаймыз. Кеттік ал. Мынаны көшіріп алайын. Так, мына теңдеуді жеке шығарып алайын. X-тің орнына мынаны саламыз енді. Енді осы теңдеуді шығару арқылы мен y, темірдің зат мөлшерін табамын. Темірдің зат мөлшерін білгеннен кейін оның массасын табамын. Массасын білгеннен кейін оның үлесін таба аламын. Ал магний сәйкесінше темір 100% минус темір. Кеттік ал, теңдеуімізді шығарайық. Мынаны артық затты алып тастайық. 24 көбейтілген 0,75, 18. Надеюсь, математикалары нормальный. Мына жерде жақшаны дұрыстап ашу қажет. Жақшаның сыртында тұрған сан ішіндегі әрбір мөлшесіне көбейтіліп шығады. Так, 24 y-ға көбейтсек минус 24 y. Так, 56 орнында, 22 орнында. Енді сандарды бір жаққа, y барларды бір жақта жинақтаймыз. Міне. 56 y және минус 24 y. Так, что-то миым істемей тұр. 32 y. Так, ал мына 18, мына жаққа минус 18 болып барады. Сол кезде 22 минус 18 бізге 4 те береді. Осыдан y-дің мәнін табайық. Y-тен 4 бөлінген 32. 0,125. Бұл бізде 0. Моль. 0,125 моль. Бұл бізде темірдің молі. Қайтан. Y-де біз бастапқыда темірді алған болатынбыз. Так, кішкене көтеріп қояйын. Кеттік ал енді. Темірдің массасын табайық, темірдің үлесін табайық. Қайтан есімізге ала кетейік. Массаны табу үшін біз мольді молекулалық массаға көбейтеміз. Моль бізде 0,125, ал молекулалық темір үшін атомдық деп айтамыз. Атомдық массасы 56-ға тең. Осыдан 7 грамм. 7 грамм. Так, енді темірдің үлесін тапсақ болақ. 7 грамм ол 22 неше процентті. Омега темір табайық. Омега темір 7 бөлінген 22. Естеріңізде болса, бізде қоспаның массасы 22 грамм, соның 7-сі темірге тиесілі болып тұр. 7 бөлінген 22, 31-де 8. 31-де 8. Так, бұлай деп тұр, немесе процент түрінде 31,8%. Қайталап кетем, егерде проценттер түсінбей жатсаңыздар, менің химиктерге арналған жеке сабағымды қарап алу керек. Сол жерде мен процентпен қалай жұмыс істеу керек екенін как раз көрсетемін. Так, енді магний табу үшін 100-ден темірді азайта салайық. 31,8 сәйкесінше. Так. 68,2%. 68,2%. Так, бар ма ондай? Так, жауаптар тура тіреп тұр ғой, бір-біріне жап-жақын болып тұр. 68-де 2, 68-де 99 деп тұр бізде. Так, 31-де 69. Так, мынау қиын момент екен. Бағана сутек бойынша есеп шығарған кезде бізде жауаптар арасы өте алшақ, сондықтан қатты жуықтамай резко шығара салдық. Мына жерде өте опасно, жақсылап тұрып тексеріп отыру керек. Давайте мен калькулятормен тағы да тексерейін. 7 грамм 22 неше процент сомен? 7 грамм бөлінген 22 көбейтеміз 100-ге. Тура қарайтындай. 31,81 болып тұр, иә? 31,82 даже. Міне, 31,82. Міне, тура осы кеп тұрған секілді. И 100-ден осы санды азайтатын болсақ, бізде 68,18. 68,18. Жақсы. Келесі 21-ші сұрақ. Кальций карбиді берілген, одан ацетилен алынады, оны толық гидрлейді.
Так, жақсы. Давайте рет-ретімен шығарайық. Так, мынау есебіміз аяқталды міне. Бір бір неге жазып тастадық. Скрин жасап алсаңыздар болады өзіне қарап отыру үшін. Естеріңізге сала кетейін, мен бүгін PropTest Center, яғни тегін нұсқалар сайтынан талдап жатырмын. Міндетті түрде каналыма қарап, алдыңғы жылы талдаған нұсқаларды қарасаңыздар болады. Осы жылы 2026 ұбт-ға арналған жеке нұсқалар әлі шыққан жоқ. Қазір мынау ескі 2025 жылғы нұсқалар. Дегенмен оларды қарап алыңыздар, өйткені жаңа нұсқалар шыққаннан кейін мыналар жабылып қалуы мүмкін. Сондықтан момент өткізіп алмаңыздар. Так, есебімізге қайтып келейік. Реакцияларымызбен давайте разберемся. Мұнда не отқан? Кальций карбиді берілген, жақсы кальций С2, оған суды қосып, одан ацетилен алады. Так, жақсы. Реакциясын жазып қояйық. Плюс H2O түзіледі бізде кальций OH еселенген. Бұл реакцияны білу керек. Органиканың классикалық реакциясы. Екіні қойсақ болады. Так, одан ацетилен алынды, жақсы. Осы ацетиленді ары қарай гидрлейді. Яғни сутек қосады, нәтижесінде этанның көлемі дейді. Яғни этан болатын болса, онда 2H2-ні қосу қажет, өйткені бізде этан С2H6. 2H2-ні сразу мен жазып тұрмын. Так, реакцияларымыз дайын тұр. Мынаның көлемі сұрап тұр, бізге мынаның массасы берілген. Еще реакция шығымы 65% бар. Так, жақсы. Давайте пропорциямызды құрайық. Так, мынау бізде 8 грамм, и еще сразу шығымды ескере кетейін, яғни 8 граммның тек қана 65% реакция түседі. Так, осыдан пайда болған ацетилен зат мөлшерін табайық. Мынаның асты масса болғандықтан астында молекулалық масса, а мынаның астында тек қана коэффициент, өйткені маған ацетиленнің зат мөлшері қажет. Керек болса көлемін тапса да болады. Кстати, давайте көлемін табайық. Неге көлемін? Мынаның көлемі, өйткені мынаның көлеміне тең. Так, 22,04. Так, кеттік ал. 8 көбейту 0,65 көбейту 22-де 4, шыққан санды бөлеміз кальций С2 64-ке. 1,82 литр. 1,82 литр. Мынаның көлемі 1,82 литр болатын болса, мынаның да көлемі 1,82 литр. Неге? Өйткені алдында ешқандай коэффициенттер жоқ, сондықтан литр және мольмен жұмыс істеген өте тиімді. Мына МР-ні есептеп, оған уақыт жұмсау қажет емес. Так, сонымен 1,82. Бар ма? Бар. 22-ші сұрақ, жақсы сұрақ. Көлемі 10 литр күркіреу газдар қоспасы берілген, яғни H2 мен O2-ның қоспасы. Так, қоспа жарылады, яғни реакция жүреді. Нәтижесінде 4 литр сутек газы артық қалып қойды дейді. Газдар қоспасындағы сутектің көлемдік үлесін тап дейді. Ерекше сұрақ, бұл негізі қоспалар тақырыбынан, дегенмен кішігірім олимпиадалық деңгейде мына жерде бүкіл моменттерді ескеріп отыру керек. Кеттік ал. Яғни есептің берілгенін қайтадан жазып алайық. Күркіреу газ дегеніміз H2 мен O2-ның қоспасы. Екеуі жалпы 10 литр. Осы H2 мен O2 бізде реакция түседі. Қарапайым реакция, судың алыну реакциясы. Нәтижесінде реакция аяқталғаннан кейін бізде 4 литр сутек артық қалып қойған дейді. Яғни VH2 жанына артық деп жазып қойын, артық 4 литр. Енді сұрақ, бастапқы қоспадағы сутектің көлемдік үлесі дейді. Яғни мына 10 литрдің нешесі сутекке тиесілі? 4 литр артық қалып қойды. Қандай да бір бөлігі реакция кетіп қалды. Соның барлығын ескеру қажет. Бұлда да таза математика, мына жақта таза түрлендіру қажет. Мысалы, сутектің көлемі В деп алып алайық. Мысал ретінде сутектің көлемі В деп алып алайық. Онда оттектің көлемі неге тең болады? Оттектің көлемін тоже В арқылы түрлендіріп алу қажет. Так, астында коэффициенттерін ескерейік. 2 сутекке 1 оттек қажет болатын болса, онда В көбейту 1, ол В, В-ны 2-ке бөлетін болсақ, бізге 0,5 В пайда болады. Бұл да бізде түрлендіру тура алдындағы теңдеулер жүйесін шығарған секілді. Так, енді есебімізге емес, ал теңдеуімізге көшейік. Өзі бізде қарайықшы. Бастапқыда 10 литр газ болды. Дұрыс па? 10 литр қоспа болды. Так, минус реакцияға бізге жұмсалды. Сутек жұмсалды және оттек жұмсалды. Так, мына жаққа литрді алып тастайын. 10 литр бізде болды. Минус В кетіп қалды, и минус оттек 0,5 В кетіп қалды. Нәтижесінде бізде қанша литр газ қалды? 4 литр газ қалды. Естеріңізде болатын болса, бізде сутек артығымен қалып қойды. Так, осы теңдеу шығарып, енді В-ны тапсақ жеткілікті деп ойлаймын. Көрейік. Так, В-сы бардан В-сы азайтамыз. Мына жерде абайлаңыздар. Мынаның мәні неге тең? Егер де мынаны санай алмасаңыздар, проблема. Өйткені бұл қарапайым математика, қарапайым ситуация бізде.
Так, минус в-дан минус 0,5 в-ны азайтсақ, ол бізде минус 1,5 в. Минус 1,5 в. Так, мына жақта 4-тен 10-ды азайтуға азайтайын деп тұрмыз. 10-нан 4-тен 10-ды азайтсақ, ол бізге минус 6-ны береді. Ол үшін давайте на минустарды алып тастасақ, просто 6 дей салайық. Просто 6. Бұл да таза математика. 10-нан 4-ті азайт 6, немесе в-дан 0,5 в-ны азайт. Бұл 0,5. Так, қате кетті ма? Жоқ, в-ға 0,5 в-ны қос, сол кезде 1,5 в шығып тұр бізде. Осыдан в-ның мәнін табайық. В-ның мәні бізде есептің жауабы. Так, 6 бөлінген 1,5. Так, бұл неше? 4 па? 6 бөлінген 1,5. 4 литр. 4 литр, яғни есептің жауабы 40%. Так, H2 тен 4 литр 10 литрдан. Жалпы 10 литр болғы, соның 4 литрі бізге сутекке тиесілі. Хотя тоқтайық, асықпайық, мына жерде қате кетуі мүмкін. Біз мына 4 литр сутекті ескермей жатырмыз ғой. Так, мына жабайлық. Мен қазір өзгерте кетем. Сутектің үлесі ол тең. Оның көлемі неше реакцияға кеткен? Мына в-ны біз жаңа таптық, 4 литр. Еще 4 литр лишний қалып қойды естеріңізде болатын болса. Сонда сутектің көлемі 4 емес, ал жалпы 8 литр. Жалпы көлем бізде 10 литр болған, а процент бойынша бұл бізде 8 бөлі 10 көбейту 100, 80%. Сәл қате шығарып қой жаладық. 80%. Өйткені мынаны біз ескермей кеттік бағана. Так, мынаның негізі көп варианттар бар. Оған қазір мен уақыт жұмсамай қояйын, дегенмен ешті комментарийға тағы вариант ұсынсаңыздар болады. Ерекше есеп, егер де мынадан да әдемі, мынадан да эффективный, мынадан да кішіректеу әдісі болатын болса, пожалуйста, комментарий жазып отырыңыздар. 80%. 23-ші есеп, тізбек берілген. Тізбек бойынша метан реакцияға түскен болса, X затын массасы дейді. Так, бұл жерде мен кішігірім бір хитро, яғни қандай да бір айла қолданып шығарып көрейін. Бұл бізде теңдеулер тізбегі берілген. Ол бұндай ситуацияда каждый реакцияны жазу негізі маңызды емес. Қазір мен көрсете кетейін. Бұл әдісі де бүкіл жерде қолданыла қоймайды, дегенмен мына жерде идеальный келіп тұр. Бізде тек қана көміртекті қосылыстар. CH4-ке 1,5 градуста ол бізге ацетиленге айналып кетеді. Сосын ацетиленге, так, мына жақта қарайтын болсаңыздар, X заты, скорее всего, бензол. Өйткені бензолдан ары қарай нитробензол алынады. Ал ацетиленнен бензол қалай алынады? Тримерлену реакциясы арқылы алынады. Бензолдан сосын нитробензол алынып тұр, 6H5NO2. Так, міне теңдеуіміз былай тұр. Есепте бізде мынаның көлемі беріліп тұр, 11,2 литр. Так, X затын массасын тап дейді. X заты бізде бензол. Так, и мына жердегі ең басты хитрый амал, мына ортасындағы заттарды есептеу қажет емес. Бағана біз ацетиленді есептедік, сосын этанды есептедік. Мына амалды қолдануға болады бір ситуацияда ғана. Егер де орталық элемент теңбе-тең болса. Орталық элемент дегеніміз ол көміртек. Мына каждый заттың ішінде көміртек бар. Сондықтан көміртек теңесіп тұрса, біз мына М-ді бірден таба аламыз. Так, көрейік, ал міне 6 көміртек. 6 көміртек, мына жақта 2 көміртек, оны 6 қылдыру үшін мен 3 еселеймін. 6 көміртек, и мынаның алдына мен 6 деген санды қоямын, 6 көміртек. Көміртектер теңесті, яғни мына М-ді енді прямой как бір реакция ретінде шығара берсе болады. Так, метанның төбесінде көлем, астында коэффициент 22,4. Бензолдың төбесінде масса, астында коэффициент және молекулалық масса 78. Ну, коэффициент жоқ, бір ғана 78. Бітті, енді мына М-ді табайық. Ол үшін мына екеуі көбейтіледі, шыққан санды мынаған бөлемін. 11,2 көбейту 78 бөл 6-ға бөл 22,4-ке. Мына жерде байқасаңыздар, мен 6 мен 22-ні бірден көбейтіп, бірге жазып, оны алдын ала есептеулер жүргізіп жатқан жоқпын. Яғни бізде курста үйретілетін әдіс реакцияны толығымен жазып теңестіріп қой, сосын пропорцияны бірден желательно бір пропорция қылдырып шығар. Сосын калькулятормен есептеп, бірден соңғы жауабын табасын. Бұл әдісті қолданатын болсақ, шатасып кету ықтималдығы өте аз уже. 6,5 шықты, иә? Мына М таптық, 6,5. Кетті, 24. Так, есептеріміз қарап отырсаңыздар, простой есеп жоқ мұнда. 17-ші есеп кішігірім простой деп санадым. Дегенмен есептер күрделеніп келе жатыр. Мына жерде міне текст бойынша көрініп тұр, что что-то серьезное. Так, жақсы, каждый сөйлемнен кейін реакциялар жазып отырайық. Көміртек пен кремний қоспасы жандырғанда газ бөлінді дейді. Жақсы, көміртек плюс O2 бізге SO2-ні береді. Тура солай силициум плюс O2 бізге силициум O2-ні береді. Жақсы.
Бөлінген газды әк суын артық мөлшерін өндегенде дейді. Так, бөлінген газ ол тек қана СО2 әрине. Силиций Mo2 деген сол қарапайым құм, ол газ емес, ары қарай реакцияға түспейді. Реакция бізде СО2 бойынша жүреді. СО2 плюс әк су дегеніміз ол бізде кальций OH екі еселенген, немесе сөндірілген ак. Нәтижесінде кальций СО3 тұнбасы түзіледі, плюс H2O. Так, мына тұнба массасы беріліп тұр. 709,8 грамм дейді. Бастапқы қоспаны сілті ерітіндісі артық мөлшермен өндеген кезде газ бөлінеді дейді. Так, жақсы. Яғни бастапқы қоспа көміртек пен кремний. Бұл жерде реакция тек қана кремнийға ғана тән. Натрий OH плюс H2O. Бұл реакцияны жатқа білу керек. Натрий 2 силициум OH плюс H2. Так, теңестірейік. Натрий екеу болатын болғандықтан мына жақта 2 натрий. Сутектер екеу, мұнда тағы да екеу, төртеу, сондықтан 2H2. Ал оттектеріміз тең секілді. Міне үшеу, мына жақта біреу тұр, мына жақта міне екеу тұр. Все, реакцияларымыз дайын тұр. Так, мына газдың көлемі беріп тұр. Так, жақсы, давайте сразу жазып қояйық. Төбелері не бар екен? Мына бізде 709,8 грамм тұнба. И мына газдың көлемі бізге беріп тұр. H2 газы. Так, төбе көтеріп қойайын. H2 183,7 дейді. 183,7 литр. Так, осы мәліметтерді қолдана тұра дейді, бастапқы қоспадағы көміртектің массалық үлесі дейді. Яғни бастапқы қоспадағы көміртектің массалық үлесі. Проблема бастапқы қоспаның массасы жоқ. Яғни мен кремнийдің де массасын, көміртектің де массасын табуым қажет. Кремнийдің массасын табу қиын емес. Мына сутектің көлемі арқылы мына жерде мен қазір таза кремний таба саламын. Ол біздің бірінші қадамымыз. Екінші ол көміртек табу. Көміртекпен сәл қиындау. Өйткені бізде мынаның массасы берілген. Осы арқылы мен қазір СО2-ні табамын, және СО2-ні біле тұра, уже мына көміртектің массасын табамын. Сәл екі қадамнан тұрады уже. Так, кеттік ал. Мынау бізде X болсын кремнийдің массасын табайық. Так, кремнийдің атомдық массасы 28, ал сутектің астында 2 және 22,4. Өйткені үстінде коэффициент беріліп, үстінде көлем тұр. 28 көбейту 183,7 бөл 2 бөл 22,4-ке. Так. Қате болған жоқ па? 183,7. Давайте мен на всякий случай тағы да бір есептеп көрейін. Көбейту 28 бөл 44,8-ге жалпы. Жарайды. Мынаның массасы бізде 114,8 деп ала салайын. 114,8 грамм. Так, жақсы. Енді жаңағы планымды қайталап кетейін. Көміртектің массасын табу үшін мынау арқылы мен СО2-ні табамын, ал СО2-ні біле тұра мына көміртек табамын. Бұл бізде қарапайым әдіс. Біздерге более хитрый әдісін көрсетіп қойайын. Мына кальций СО3-ның ішіндегі мен таза көміртектің массасын тауып алсам, ол тура мына көміртек. Өйткені көміртектер ешқайда кетіп қойған жоқ, жоғалып кеткен жоқ. Көміртек айналды СО2-ге, СО2 айналды кальций карбонатына. Яғни мынаның ішіндегі көміртектің массасы ол мына көміртектің массасына тең. Сондықтан бүйтейік ал. Кішкене хитрее решать. Масса көміртек ол тең кальций СО3 ол бізде жалпы МР бізге 100-ге тең. Соның ішіндегі көміртек 12. Яғни көміртектің үлесі 100-ден 12 бөлігі. То есть 12 бөлінген 100. Осыны көбейтеміз ана массасына 709,8 грамм. Осыдан мен көміртектің таза массасын таба аламын. 12 бөлінген 100. Ол 12%. Сонда 709-ның 12% көміртекке тиесілі. 0,12 көбейту 709,8. 85,2 грамм. 85,2 грамм. Так, все. Так, давайте сәл жинақтап қояйық. Мына бізде белгілі, кремнийдің массасы бізге белгілі. Масса кремний бізге белгілі. Так, и осымен қазір есебімізді аяқтайық. Масса кремний 114,8 грамм. Екеуінің қоспаның массасы несеге тең? Екеуінің массасы кремний мен көміртек, екеуі мына қосындысына тең. Плюс 114,8. Так, мына жерде көрініп тұр, 200-ге өте жақын болып тұрған. 200 граммға жақын. Бізде есепте сұрап тұр, нені сұрап тұр? Көміртектің массалық үлесін тап дейді. Жалпы масса 200, ішіндегі көміртек 85,2%. Осыдан есебіміз аяқталады. Омега көміртек тең 85,2 бөлінген 200. 85,2 бөлінген 200. Ол бізде процентке айналдыру үшін 100-ге көбейт тағы да 42,6. 42-де 6. 42-де 5 деген жауап болып тұр. Процентпен қайтан абай болыңыздар. Мен процентті қолданбаймын, әрдайым қолданамын үлесті. Яғни жаңағы
1-ден 100-ге көбейтпей сразу үлес ретінде қалдырып отырамын. Олда да бағанағы математика сабағында түсіндіріледі. Соңғы сұрағымызға көшейік. Күрделі вариант. Мойындаймын. Реакция тізбегінде С заты түзілсе дейді. Так, мынау соңғы С затымыз бар. Реакцияға жұмсалған пропеннің көлемі. Мынаның массасын сұрап тұр. Так, давайте мына жерде екі вариантта қолданып көрейік. Мен бағанағындай реакциялар жазып көрейін, сосын бағанағындай компактный әдісімді қолданып көрейін. Бағанағы бензол мен метанға қатысты есеп секілді. Көрейік ал реакцияларын. Пропен деген С3H6, хлорды қосатын болсақ, бізге дихлорпропан деген зат пайда болады. С6H6 хлор 2. Яғни қос байланысқа бізге 2 хлор орнатылады, сәйкесінше хлордың қос байланыс бізге бір байланысқа айналып кетеді. Мынау бізде азаты. Келесі азатын енді алайық. Азаты. Так, оған қосылып жатыр калий OH плюс спирт ерітіндісі дейді. Плюс спирт ерітіндісі, калий OH. Бұл жерде абай болыңыздар, спирт деп жайдан жай жазып тұрған жоқ, калий OH пен өзінің екі реакциясы бар. Егер де жай ғана калий OH-ты қосатын болсақ, мына хлорлар бізге OH-қа айнала алмаса, бізге қандай да бір спирт пайда болады. Ал егер де спирттік ерітіндісі қолданылса, ол кезде мына OH-тар мына жердегі хлор мен сутектерді өзіне тартып алып, бізде қос байланысын, бір байланысын қос байланысқа, қос байланысын үш байланысқа айналып кетеді. Сонда көрейік ал. Мына екі хлорды бізде екі калий тартып алады. Екі калий хлор. Так, плюс. Мына жақта екі OH бар бізде. Екі OH-қа бізге екі сутек жетіспей жатыр. Чтоб біз неге айналып кету үшін? Суға айналып кету үшін. Екі сутекті мен мына жеріне алып аламын. Плюс 2H2O. 2H2O. И бізде не қалып тұр? С3H4 деген зат қалып тұр. Бұл бізде үштік байланысы бар пропилен. Яғни С заты бізде, Б заты бізде пропилен. Пропилен емес, пропин. Үш байланысы бар. Және мына соңғы реакцияда бізге күшті подсказка беріп тұр. H2O және сынап тұздары, бұл бізге Кучеров реакциясы жайлы, ал Кучеров реакциясы бізде алкен емес, ал алдегидтерді беруге арналған реакция. Так, С3H4 плюс H2O, Кучеров реакциясын білсеңіздер, мына просто бәріне қосылып кетеді. С3H6O. Құрылымдарын ашып жазса да болады, дегенмен мына деңгейде жазып отқан өте ыңғайлы, өйткені мынау бізде есеп, қазір біз есеп шығаратын боламыз. Так, енді алдында айтқан мен амалымды қолданып көрейін. Мына реакцияларды мен бір тізудің бойында жазып шығайын, сосын есебімді сәл жеңілдетіп аламын. Өйткені мынадан мынаны есептеу, мынадан мынаны есептеу, мынадан мынаны есептеу өте ыңғайсыз. Давайте мына реакциялар мен компактный мына түрге айналдырып кетейін. Так, не істедік? Бізде басқада пропен болды. Пропенге хлорды қосып біз мына азатын алдық. Азаты, так, жаңа жазып отырайық. Азатына калий OH спирттік ерітіндісін қосып біз С затын алдық. Бұл бізде пропин. Және пропинға Кучеров реакциясын жүргізу арқылы біз алдық. Так, не алдық бұл жерде? Скорее всего, ацетон алдық. Жарайды, реакция механизмі маңызды емес бұл жерде. Так, енді осы есепте бірден есептеулер жүргізуге бола ма? Болады. Өйткені мына жақта үш көміртек, үш көміртек, үш көміртек, үш көміртек. То есть көміртектер ешқайда жойылып кеткен жоқ, сәйкесінше мынау арқылы қазір бірден есептеуді жүргізіп отырамын. Так, мынаның көлемін тап дейді. Давайте пропорциямызды құрып алайық. Мынаның көлемін тап дейді. Бізге белгілі С затын массасы. Так, мынау шатасып кеттік. Мынау бізде керісінше Б заты, мынау бізде С заты болды. Егер де әрбір сатының шығымы 90% болса, мына жақта неше саты бізде? 1, 2, 3 саты, сәйкесінше 3 рет бізде 10%-тен кетіп отыр. Алдында айтқан болатынмын. Мен есептерде сразу барлығын бірден ескеріп отырамын. Сондықтан мына В-ның жанына 3 рет 90% қыстырып қойсам болады. Уже есебіміз аяқтап қалдық. Мынаның массасы 87 грамм. Так, көлем болғандықтан астында 22,4, ал анау бізде масса болғандықтан астына мен қазір МР-ні есептеп аламын. Так, С3 дегеніміз 36 плюс 6 сутек плюс бір оттек, ол 16. 58. Мына номері 58. Так, кеттік ал. Мына В-ны табу үшін енді мен не істеймін? Яғни мына бізге белгісіз бөлігі пропорцияның, ол үшін мына екеуін өзара көбейт. 22-де 4-ті көбейт 87-ге. И шыққан санды енді кезек-кезек бөліп шығамыз ана белгісіз В-ның бойында орналасқан сандарға. 58-ге бөлеміз и 3 рет 0,9-ға. Біреу, екеу, үшеу. 46,01. Ой, 46,09. Бар ма ондай?
46 деген жауап бар, иә. Міне, қайтадан қарап алыңыздар. Өте тиімді әдіс. Енді бұған таза практика арқылы опытпен ғана келесіздер. Бірден білмейтін есептерге мынаны қолдануға болмайды. Ол тек қана опытпен келеді. Сондықтан көбірек есепті шығарып отырыңыздар. Контекст тапсырмаға көшейік. Берілген текст бойынша 5 тапсырма. Түссіз ауадан жеңіл дейді. Ауадан жеңіл деген, в принципе, күшті подсказка, өйткені ауаның мр 29, яғни бұл заттың мр 29-дан аз. Суда жақсы еритін азаты органикалық қосылыстардың гомологтарының бірінші мүшесі дейді. Так, жақсы. Давайте бірінші сөйлем бойынша предположение жасап көрейік. Так, бұл бізде метан болуы мүмкін, CH4, мр как раз 29-дан аз, органикалық алғашқы мөлшер, алғашқы өкілі. Бірақ та бұл бізде суда нашар еритін зат, CH4. Так, алкендерден көрейік. Алкендердің ең алғашқы мүшесі бізде этилен, C2H4, мр неше? 28-ге тең, как раз келеді, 29-дан аз. Метан мр 16. Ой, 16 емес, неше? 16, иә. Ал этан точно келмейді, өйткені этан мр 30-ға тең, 29-дан ауадан асып кетті. Так, C2H4 бар, C3 уже ауыр болып кетеді, и ацетилен тақырыбынан қарасақ болады, C2H2, бұның мр 26. Тоже ауадан жеңілдірек, суда мыналар енді азырақ ериді, сондықтан подозрение мына екі заттың біреуінде пока что. Жақсы. Азаты гидрлену реакциясына түсіп дейді. Так, күшті подсказка, значит минус. Метан точно гидрлену реакциясына түспейді, ол бізде қаныққан көмірсутек. Мына екеуінің біреуі. Түсіп, бром суын түссіздендірмейтін B затына айналады дейді. Так, азаты, яғни сутекті қосып алып, бізге B затына айналып кетеді. Мына жерден B заты точно этан екен алса болады. Өйткені сутекті мынаған қос, екеуінен алынатын алкан бізде точно этан. C2H6 бізде B заты. Азатын пока что білмейміз. Мына екеуінің біреуі азаты енді. Так, азатының гомологтық қатарының изомерленуі 4-ші мүшесі С затынан басталады дейді. Так, изомерленуі 4-ші мүшесі С затынан басталады дейді. Так, пока что маған подсказка жоқ. А затының Б затынан айырмашылығы полимерлену реакциясына түседі және ауадан жарық жалынмен жанады дейді. Так, проблема екеуі де полимерлену реакциясына түседі негізі. Бірақ та ацетилен бізде жай ғана полимерлену емес, ал тримерлену бензолға айналады. Так что ацетиленді алып тастақ, егер де қазір химия атса, онда этилен бойынша шығарып көреміз. Мынаны алып тастайын. Так, сонда, скорее всего, А заты менде этилен. Мынау бізде А заты. А заты, ал С заты туралы мен түсінбей жатырмын. 4-ші мүшесі С затынан басталады дейді. Так, А заты бізде алкендер, дұрыс па? Алкендердің изомерлену түрлері көп. Қос байланыс бойынша, қаңқасы бойынша, цис-транс болатын болса. Так что пока түсініксіз, мен мынаны қалдыра тұрайын, осы түрмен ары қарай жылжи берейін. А мен бұны әйтеуір мен білемін. Сұрақтарына көшейік. Б затының гомологтарына тән изомерлену типі дейді. Так, Б затының гомологтарына тән изомерлену типі дейді. Б заты біз этан екенін анықтадық. Этан бізде алкандар, иә? Ал алкандарға бізде тек қана көміртек қаңқасы бойынша. Классаралық деген жоқ, еселі байланыс ол жерде мүлдем жоқ. Көміртек тізбегі бойынша кеңістік деген келмейді мұнда. Көміртек тізбегі, яғни мысалы пентан, изопентан, гексан, изогексан, сол бізде көміртек қаңқасы бойынша. А затының гомологтық қатары дейді. Так, А заты біз қай классқа жатқыздық? А заты біз этиленік деп алдық. Этилен ол бізде алкендер қатары. Алкен, Д заты, Д варианты. Ары қарай 56 литр А, яғни 56 литр этилен толық гидрлену реакциясына түскенде түзілетін заттың атауы және массасы дейді. Так, атауын біз таптық, этан екенін таптық қой. Так, в принципе, есеп шығармаса да болады. Этан деген бірақ қана жауап бар. Но точно біздің болжамымыз дұрыс екенін анықтау үшін, давайте сандарын тексеріп көрейік ал. Так, C2H4 плюс сутек бізге C2H6-ны береді. Так, мынаның көлемі бізге 56 литр беріліп тұр. Мынаның массасын қазір табамыз. Так, литрдің астында 22-де 4, ал массаның астында мр 30-ға тең. 56 көбейту 30 бөлі 22-де 4-ке. 75. 75, иә. Этан 75 грамм деп тұр. Дұрыс барлығы. Так, что-то ойланып қалды ғой. 29 сұрақ қайда? Так, жақсы, ары қарай. С затының изомері дейді. Мына жерде
кішігірім бір проблема бар секілді өзі контекстте. Өйткені егер де жаңа ц затын біз қалай деп айттық? Ц заты бізде А затының полимер гомологтық қатарының мүшесі. Оларда бізде изомерлену точно төртінші мүшесінен басталмайды. Төртінші мүшесінен бізде басталады бутаннан. Бутан және изобутан деген бар. Сондықтан мына жерде кішігірім опечатка бар секілді, С заты негізі ол бізде алкан. С заты бізде сәйкесінше алкан, ол бізде кәдімгі бутан болу керек. С4H10 бұл бізде С заты. Өйткені кітапта солай берілген, жазылған прям төртінші мүшесінен деп жеке вот именно алкандар тақырыбында айтылады. Сондықтан мына жерде кішігірім болжау жасап тұрмын. Енді так, бутанға так, метил циклобутан дейді, циклопентан, метил циклопропан дейді. Так, қазір көрейік. С затынан басталады. А заты бізде қандай классқа келді? А заты бізде алкендер қатары сәйкесінше, мынау енді сәйкес алкен болу керек қой. Сонда біз бутан емес, бутенге келтіруіміз керек. С4H8. Яғни берілген варианттардың ішінде қайсысы С4H8 формуласына сәйкес келеді? Көрейік ал. Так, цикла деп берілген өзі алкендер мен цикл алкандар өзара классаралық изомер, сондықтан құрамында 4 көміртегі бар кез келген цикл алканды ала саламын. Метил циклопропан дейді. Міне, 4 көміртек. 1 метил, 3 пропан. Яғни 4-еу. Циклобутан дегеніміз ол 5 көміртек, циклопентан дегеніміз уже гептан дегеніміз 7-еу, циклопентан дегеніміз уже 5 көміртек. Яғни 4 көміртегісі бар, тек қана ажауы ғана болыпты. Так, сонымен мына жерде кішкене каша болып кеткен секілді все-таки. Так, ары қарай А затының хлорсутектің артық мөлшермен әрекеттесіп алынған өнім натриймен өңделген дейді. Так, жақсы. Вюрц реакциясына берілген. Көрейік ал. Так, мына артық заттарды алып тастайын. А затына бізге хлорсутекті қосқан кезде біз хлоретанды аламыз, С2H5 хлор. Осы затқа алаттар қарай натрийді қосады. Алдына сразу 2 деген коэффициентті қойып қойын. Плюс 2 натрий. Бізде 2 еселенген формула пайда болады. Натрий. Яғни мына 2 натрий және мына 2 хлор, 2 еселеніп тұрған хлор, бізге 2 натрий хлорды береді. Натрий хлорды береді. И плюс 2 С2H5 қалып тұр. С2H5 екеуін өзара қоса салсақ, бізде С4H10 бутан пайда болады. Осы заттың массасын сұрап тұр, кажется, иә? Так, А заттың көлемі берілген 5,6 литр. 5,6 литр. Пока что 70% шығымды алып тастайық, немесе бағанағыдай сразу мына жерге қыстырып қойса болады. Дегенмен давайте мынау арқылы қазір біз мынаны табамыз. Мынаны біле тұра, уже мына заттың массасын табамыз. Мына заттың массасын сұрап тұр бізге. Осы қажет бізге. Такс. Мына жерде көлеммен жұмыс істеген тиімдірек шығар. Өйткені қарайықшы, мынаның алдында коэффициенттері екеуі тең-бе-тең, яғни мынау 5,6 литр болса, мынау да 5,6 литр болады. Оны біле тұра, енді 5,6 литр давайте мында салайық. Мынаның массасы маған қажет. Так, литрдің астында коэффициент 22,4, ал массаның астында бізде молекулалық масса. С4 48, значит 58. Давайте осыдан массаны табайық и шығымды сосын ескере саламын. 5,6 көбейту 58, бөлеміз 2-ке, бөлеміз 22-де 4-ке. И шығымы бізде неше? 70% дейді. Әр сатыда. 2 реакция, сәйкесінше мен 70-ке 2 рет көбейтем. Біреу, екеу. 3,55. 3,55. Міне, тура жауап бізде бар. Осымен, бізде контекстің соңғы сұрағы. Так, 3,55-ті алдық. Жақсы. Егер де менің шығарып жатқан есептердің тәсілдері қалай түсіндіріп жатырмын, егер осының сіздерге барлығы ұнап жатса, менімен бірге 2026 жылғы ұбт-ға дайындаларыңыз келетін болса, онда видеоның астындағы контакт бойынша міндетті түрде бізге WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Осындай видео талдаулар бізде каналымызда әлі де бар. Міндетті түрде кіріп қарап отырыңыздар. Қай нұсқалардың талдаулары әлі жоқ. Алдағы уақытта тағы видеолар шығатын болады. Егер де тест-центр жаңа нұсқалар шығармаса әрине. А так, осы нұсқаларды талдап отырамыз. Сіздерге кішігірім кеңесім, міндетті түрде жаңағы проб тест-центрдің 3 нұсқасын, ап тест-центрдің 10 нұсқасын барлығын шығарып тастаңыздар, тек қана сосын басқа бір платформалар қарасаңыздар болады. Негізі жалпы ұбт-ға негізделген нағыз ұқсас деген сұрақтар осы официальный платформада. Қалған платформалар, олар сәл ескі материалдар, авторлар өздері қосады сұрақтарды, ал ондай сұрақ ұбт-да бар жоқ екенін айту қиын. Ал мына тақырыптар, мына
платформадағы официальный материалдар, олар бізде нақты кездеседі. Сондықтан міндетті түрде бірінші очередь осы пробниктер бойынша дайындалыңыздар. Сәйкестендіру сұрақтарын қарастырайық. Бірінші сұрақ: әрекеттесу жағдайы бойынша металдар сәйкестендіріңіз дейді. Яғни ыстық сумен қайсы реакцияға түседі, суық сумен қайсы реакцияға түседі. Мыс, алтын екеуі де сутектен кейін орналасқан металдар, белсенділігі өте төмен, сондықтан олар қандай су болса да онымен реакцияға точно түспейді. Темір мен калийдің арасынан таңдаймыз. Темір енді активтілігі төменірек болғандықтан әрине ыстық суды қажет етеді, ал калий оған бәрібір ыстық су болсын, суық болсын, әрқайсысымен реакцияға түсе алады. Так, келесі: әр реакция теңдеулер коэффициенттер қосындысымен сәйкестендір дейді. Так, мына жақта реакцияларды жазу керек. Әрбір реакцияны талдап шығайық. Так, бүгін мына реакцияны біз көрген болатынбыз. Естеріңізде болатын болса, аммонийға гидроксидті қосқан кезде бізде өткір иісті аммиак газы пайда болатын. Тура соған арналған. Кальций хлор 2, кальций эквивалентті болғандықтан хлор 2 и бірден аналына 2 коэффициент қойып қойсақ болады, чтобы хлорды теңестіріп алу үшін. Так, ал NH4 және OH бізге NH4 OH-ты береді, который аммиак пен суға оп-оңай ыдырап кетеді. Аммиак және су. Мына екі еселенгендерді ескере тұра, 2 аммиак, 2 су. Так, коэффициенттер қазір қосып шығамыз. Екінші реакция бұл бізде Габер процесі, өте жиі кездесетін реакция. Сутек пен азоттың арасындағы реакция бізге аммиакты береді. Мына жақта 2 азот, яғни 2 NH3 болу керек. 2 NH3, мына жақта бізде 6 сутек, значит 3 H2 болу керек, бізде 6 сутек. Все, теңесті реакцияларымыз. Коэффициенттерімізді санайық. Естеріңізде болса, егер де заттың алдында ешқандай сан болмаса, коэффициент автоматически 1 деген сөз. Сонда 1 қосу 2 3, 4, 6, 6 қосу 2 8. Мынаның коэффициенттер қосындысы 8 беріп тұр. Так, мына жақта бізде 1 мен 3 4-ті береді. 4 қосу 6, 4 қосу 2 6 береді. 6 және 8. 8 және 6. тұнбаның түсін әрекеттесетін заттармен сәйкестендірін дейді. Так, мынау қандай да бір ерекше вариант, сапалық реакциялар өте жиі кездесіп жатыр. Уже көп сәйкестендіру 2 балл мына таза сапалыққа беріп тұр. Ірімшік тәріздес ақ тұнба дегеніміз ол бізде аргентум хлор жайлы. Яғни күміс хлориді. Жалпы өз варианттарын қарайтын болсаңыздар, күміске қатысты өз мынау ғана бар. Күміс нитраты, калий хлориді. Пайда болады калий нитраты және күміс хлориді. Міне, реакциясын жазбай-ақ таңдауға болады. Көк тұнба дейді. Бұл жерде яғни ассоциация болу керек. Көк тұнба заранее мен қай зат жайлы айтылатын болатын болсам, мен варианттарын соған келтіріп аламын просто. Көк тұнба ол мыс жайлы. Мыстың гидроксиді бізде көк тұнба. Так, и көрейік варианттарда мыс жайлы тек қана міне екінші ғана вариант бар. Мыс сульфаты натрий гидроксиді пайда болады, натрий сульфаты және мыс гидроксиді. Мыс гидроксиді бізде есть көк тұнба. Жақсы. Так, келесі Z затын анықта дейді. Өзгерістер тізбегі берілген. Так, мынаны сәл үлкейтіп қояйық. Такс. Реакция жазу керек па мұнда? Так. Ну, біріншісін жақсы қазір мен жазып шығамын. Екіншісінде мына жақта X заты точно карбид, кальций карбидінің реакциясы. Карбидтен ары қарай алынады кальций гидроксид және ацетилен. И ацетиленді белсенділеген көміртек қатысында қыздырған кезде бізде бензол алынады. Ацетиленнің тримерлену реакциясы бүгін қарастырған болатынбыз. Ал мына А реакцияны давайте мен сәл ашып талдап көрейін. C2H6 бізде этан, құрамында қос байланысы жоқ мүлдем. Егер де мынадан 2 сутекті жұлып алсақ, бізде C2H2 ацетилен пайда болады. Ацетилен формуласын ашып жазатын болсақ, бұл бізде құрамында 3 байланысы бар зат. Яғни CH арасында 3 байланыс CH. Мынандай 3 байланыс менде жоқ, сондықтан былай жазылайын. Так, енді осыған бромды қосқан кезде қандай реакциялар жүреді? Давайте осы реакцияны рет-ретімен жазып көрейік. Бром 2. Бұл бізде қосылу реакциясы, яғни қосылу реакциясы жүрген кезде бізде байланыстар екі еселі айналып кетеді, екі еселі бізге бір байланысқа айналып кетеді. Яғни мына каждый көміртек бір-бір бромнан қосып алса, бізде CH бром және CH бром болады. Ал арасындағы қос үш байланыс енді қос байланысқа айналып кетеді. Өйткені бір-бір байланыс біз броммен жауып тастадық. Келесі, енді осы затқа алады да тағы да бромды қосады. Плюс бром 2 қайттан. Бром 2. Қайттан мына көміртек әрқайсысы бір-бір бромнан қосып алады өзіне. Сол кезде мына нәтижесінде бізде уже CH бром емес, ал CH бром 2. Қос байланысын уже айналып кетті. Бір байланысқа CH бром 2. Мына затты бізде сұрап тұр. Так, мына заттың атауы қалай? Атаған кезде негізі соңынан жүрген ыңғайлы.
екі көміртегі бар, қос байланысы жоқ зат, ол бізде әрине этан. Так, не болып кетті? Астына жазып қояйық, этан. Так, енді мынаның ішінде 4 бромы бар. Бром 2, жалпы 4 бром бар, оны уже тетрабром этан деп атаймыз. 4 деген бізде тетра, бром, этан. Так, енді бромдар бізде жай ғана рандомда орналасқан емес, определенный бір жерде орналасқан, соны міндетті түрде көрсетуіміз қажет. Осы бромның екеуі бірінші көміртекте, қалған екеуі екінші көміртекте орналасқан. Сондықтан мына заттың толық атауы 1, 1, 2, так, 2, 2, тетрабром этан. Яғни 1, 1, 2, 2 дегеніміз именно қай көміртектерде орналасқанын көрсетіп тұр. 1, 1, 2, 2, тетрабром этан. Қосымша материал ретінде толық ашып айтып жатырмын, дегенмен қысқашада жауап берсе болады. Так, көрейік, ал АБ заттары олардың хлорлағанда түзілетін заттар арасындағы сәйкестендіріңіз дейді. Яғни А мен Б-ны табу керек, еще оны хлорлаған кезде не пайда болады. Так, давайте реакцияны пока ауызша қарастырып көрейік. С2H5OH H2S4 қатысында қыздырған кезде қандай да бір альдегид алкен пайда болады. С2H5-дің алкені әрине бұл бізде этилен, С2H4. Так, этиленге С2H4-ке H2-ні қосқан кезде бізде этан пайда болады. Яғни С2H6. Давайте все-таки мына жерде процесстерді жазып отырайық. С2H5OH бізде қыздырған кезде. Так, С2H5OH қыздырған кезде С2H4, С2H4 этилен заты және суды береді. Суды жазбай қойын. С2H4-ке енді сутекті қосатын болсақ, бізде сәйкесінше пайда болады С2H6. Ал этанға хлорды қосатын болсақ, есепті байқаңыздар, хлорлағанда дейді. Этан плюс хлор бізге хлор туындылар пайда болады. Хлоретан, дихлоретан, трихлоретан, міне, дихлоретан дейді. Дихлоретан. Все, жақсы. Так, мына реакция бойынша, мына реакцияны біз бүгін көрдік. Метаннан алынады ацетилен, ацетиленнен алынады бензол. Мына жерде күшті подсказка беріліп тұр. Ал бензолды хлорлаған кезде бізде хлор бензол пайда болады. Хлор бензол. Оңай сұрақ. Так, осымен сәйкестендіру сұрақтар аяқталды. Енді көп вариант сұрақтарға көшейік. Көп варианты бізде 5 сұрақ бар. Яғни бұл жерде 1 дұрыс жауап, 2 дұрыс жауап, немесе максимум 3 дұрыс жауап болуы мүмкін. Егерде білмесеңіздер. Кеттік ал. Тритийдің протон мен нейтрон сандар, протон, нейтрон және массалық сан дейді. Так, жақсы. Алдымен жазып алайық. Тритий дегеніміз не? Бұл бізде көміртек, сутектің изотобы. Яғни сутектің реттік номер 1-ге тең, ал тритий дегеніміз именно массасы 3-ге тең сутек. Өзі жалпы сутектің массасы бізге 1-ге тең таблицадан білеміз, массасы 2-ге тең дейтерий деген бар, және 3-ші изотобы бұл бізде тритий. Тритий деген табиғатта мүлдем кездеспейді, сондықтан бізде сутектің орташа атомдық массасы обычно 1 деп аламыз. Так, кеттік ал. Протон саны, нейтрон саны және массалық саны анықтайды. Протон саны оп-оңай реттік номермен анықталады. Бірінші элемент, яғни 1 протон. То есть любой сутектің изотобында 1 протон ғана. Так, нейтрон бізде қалай анықталады? Нейтрон бізде масса минус реттік номері. Реттік массасы 3-ге тең, реттік номері 1-ге тең, 3 азайту 1, 2-ге тең, яғни құрамында 2 нейтрон бар. Және соңғысы массалық саны дейді. Енді массасы бізге беріліп тұр 3-ге тең. Тритий дегеніміз массасы 3-ге тең сутек. 1, 2, 3 жауабы. 1, 2, 3. Ары қарай. Аргентин плюс анионын катионын анықтайтын реактивтер дейді. Мына бағанағы сөзімге нақты сенімдімін енді. Сапалық реакцияларға толып тұр мына вариант. А так любой варианттың ішінде хотя бы бір сұрақ кездеседі негізі сапалықтарға. Ну, прям соншалықты емес енді. Так, аргентум плюс. Көрейік ал. Мына жақтарда мен сразу жазып отырайын и бірден айтып отырайын қандай реакциялар екен. Сульфид келеді. Аргентум, так, аргентум 2С дегеніміз бұл бізде қара түсті тұнба келеді. Так, хлорид деген енді классика, ең көп тараған тұнба, ірімшік тәріздес ақ түсті тұнба. Ақ түсті тұнбалар бізде өте көп, а именно ірімшік тәріздес деп айтқан кезде ол аргентум хлор жайлы. Және соңғы иодид болу керек, аргентум йод, бұл бізде уже сары түсті тұнба. Аргентум бром деген бар, ол да сары түсті тұнба. Мынау енді сәл күрделі сұрақ деп ойлаймын, шатас кету мұнда болады, дегенмен 3 вариант бұл жерде келіп тұр. Сульфид, хлорид, иодиді. Жақсы. Алкандардың алыну реакциялары дейді. Так, кеттік ал.
бірінші реакция бұл алкандардың химиялық қасиетін көрсетіп тұр, келмейді. Так, екінші реакция сәл кішігірім спорный негізі. Мынадан бутан берілген, одан алынады изобутан деген зат. Яғни мен алканды алып тұрмын. Бұл бізде изомерлену реакциясы, сондықтан мына жауапты алуға мен асықпаймын пока что. Так, С варианты бұл бізде вирус реакциясы біз бүгін көрдік. Натрий хлорды жұлып алады, и CH3 бізде екі еселеніп этанды береді. Мынау бізге точно келеді. Так, Д реакциясы. Жалпы андай олимпиадалық химияда бұны дюма реакциясы деп айтады, дегенмен мектепшілік химияда оны дюма деген ат қолданыла қоймайды, бірақ та мына реакция кездесіп тұрады. Бұл реакциямен абай болыңыздар. Бұл бізде метанның алыну реакциясы. Қазір оны мен жаза кетемін. Және соңғы F варианты бізге алюминий карбиді су, ол бізге лабораторияда метан алыну реакциясы. Мен давайте тек қана С вариантын бекіте кетейін. С емес, а Д вариантын. Кез келген карбон қышқылы, оның натрий тұзы плюс натрий OH, егер температураны беретін болсақ, температура бізге пайда болады натрийдің карбонаты. Мынаны барлығын жинақтайтын болсақ, бізде натрий 2 CO3 шығып тұр. Натрий 2 CO3. Плюс мынау натрий 2 CO3-қа кетіп қалса, бізде не қалды? Радикал қалды, және H сутек қалып қойды. Сондықтан бізде қандайда бір RH пайда болады. Енді тура осы реакцияны мен көшіп шығайын. Енді радикалдың орнына бізде мына жақта не беріліп тұр? CH3, CO натрий. CH3. Міне, CH3. Мына CH3 қайсына келді? Мына радикалдың орнына келді. CH3 тағы да бір сутек, сәйкесінше бұл бізде метан. Бұл бізде лабораторияда металын алыну реакциясы. Бұл реакцияны білу керек. Сирек кездеседі дегенімен бар сұрақ. Так, екі сұрақ қалды. Осымен аяқтайық. Қайттан органикалық тізбектер CH5 хлор натрий OH X заты, Y заты, теңдеуіндегі XY заттарын температурада дегидрацияланды үзілетін заттар дейді. Так, вообще түсініксіз, қазір көрейік. Давайте әрбір реакцияны қарап шайғалым мен. C2H5 хлор плюс натрий OH дейді. Так, бұл жерде бізде пайда болады әрине натрий хлор және спирт. Бағана мен мына реакция жайлы айтқан болатынмын. Егер де жай ғана натрий OH емес, ал натрий OH спирттік ерітіндісі болса, ол кезде бізде спирт түзілмейтін. Мына OH мынадан сутекті тартып алып, бізге этилен түзілетін. Так, мынау бізде X заты. Екінші реакциясы CH4 плюс су. Бұлда да бізде так, не береді бізге? Этанолды бере ме? CH5 COH, OH Y заты. Так, екеуі де этанол шығып тұру сонда менде. Так, 140 градустан жоғары және 140 градусқа төмен дейді. Жақсы, мынау бізде классикалық реакция, именно этанолдың дегидратациялану реакциялары. Так, енді мынаны затты мен қыздырамын. Қандай условияда? Бізде температура 140 градустан жоғары және температура 140 градустан төмен деген екі ситуация бар. Бұл да классикалық реакциялар, бұл реакцияларды білу керек. Так, егер де температура өте жоғары болатын болса, кез келген спирттен бізде сәйкес алкен пайда болады және су. Жаңағы реакцияның керісі ғой, мына реакцияның керісіншесі. Міне, этилен алынды. Ал егер де 140 градусқа жетпей жатса, ол кезде бізде жай эфир алынады. Жай эфир дегеніміз реакциясын былай көрсетсе болады. Этанол плюс этанол. Нәтижесінде менде су бөлінеді. Мына H және мына OH бізге суды береді. Ал мына сутектің орнына мына C2H5OH келеді как раз. Сол кезде бізде реакциямыз былай аяқталайын деп тұр. C2H5O сутектің орнына келіп тұр мына C2H5. Ал ана қалған H пен OH бізге сәйкесінше суды береді. Сонда біздің жауаптарымыз этилен және жай эфир, немесе басқаша ананы диэтил эфир деп аталады. Өйткені этил екі рет қайталанып тұр, сондықтан мынау бізде диэтил эфирі. Диэтил эфирі деген бар. Так, этан қышқылы, этилен деген бар. Метаналь, этаналь олардың мүлдем қатысы жоқ. Осымен 39-шы сұрақ аяқталды және біз соңғы есепке келдік. Классика бойынша сонда обычно олеум. Соңғы жылдары сұрақтардың арасында да кездесуі мүмкін, бірақ та именно осы НЦТ сұрақтарында соңғы сұрақ олеумге арналады. Көрейік ал. Бұл жерде мен әрбір моментіне көп тоқталып алмай қояйын. Олеум дегеніміз любой вариантта кездесетін тақырып, өздерің білесіздер. Олеум деген өте маңызды тақырып. Сондықтан олеуммен жақсылап тұрып танысам десеңіздер, мен YouTube каналымда олеум деген сабағымды таба аласыздар. Өз видеоларын қарап көріңіздер, бір тыста шыққан шығар может.
жарты сағат қана видео, бірақ та осы видео арқылы олиумның 90% есептері шығарылады. Өйткені олиум өзі жиі кездесетін есептің түрлері бар, соның барлығы сол жерде қарастырылған. Прям нөлден түсіндіремін соны. Міндетті түрде танысып алыңыздар. Так, есебіміздің берілгеніне көшейік. Есебімізді қарастырайық. Күкірт қышқылының 80%-дық 248 грамм ерітіндісі берілген дейді. Так, окей, 248 грамм 80%-тік H2SO4 ерітіндісі берілген, дұрыс па? Жанына ерітінді деп прям жазып қояйық, ерітінді. Так, осыған алады да 300 грамм күкірт 6 валентті оксидін қосады, яғни SO3. Реакция нәтижесінде түзілген олиумдегі, мынау бізде күшті подсказка, өйткені мына екеуін араластыратын болсақ, бізде өзі екі вариант бар. То ли бізде олиум пайда болады, егер мынау бізде өте көп болса, ал егер аз болатын болса, мына заттың просто проценті жоғары жаңа ерітіндісі пайда болады. Так, олиум оксид массалық үлес дейді. Олиумдегі күкірт оксид массалық үлес дейді. Яғни бізде алынады нәтижесінде олиум, осы олиумның процентін тап дейді. Проценті белгісіз. Неше процент олиум алатынымыз тап дейді. Так, жақсы. Онда есебімізге көшейік. Так, не істесек болады? Бірінші шаг, мына H2SO4-тің құрамын тауып алайық. Өйткені реакция нәтижесінде бізде олиум қалып тұр. Олиум дегеніміз ішінде су жоқ деген сөз. Мынаның 20% бізде су. Осы 20% су бізде толықтай реакцияға кетеді. Сондықтан қазір есеп сол бойынша жүргізіледі бізде. Так, 248-дің 80%-і 194,8 грамм. Ол бізде мынаның ішіндегі H2SO4 массасы 194,8 грамм. Ой, 98,4 грамм. Так, ал 248-ден азайтсақ, қалған барлығы SO3-ке тиесілі. 49,6 грамм су бар ішінде. SO3-іміз су. 49,6 грамм су бізде бар. И осы қоспаға, мына екеуінің қоспасына бізге қосылады 300 грамм қайттан SO3. Есептің берілген қайттан жазып жатырмын, 300 грамм SO3. Так, пайда болған олиумның проценттік үлесін анықта дейді. Ол үшін бізге мына SO3 массасын тапсақ жеткілікті. Өйткені жалпы олиум массасы белгілі. Бізде 248 грамм ерітінді бар, 300 грамм SO3 бар, жалпы получается неше? 548 грамм. Осы 548 граммның ішінде қанша SO3 бар екенін табуымыз қажет. Так, SO3 бізде бастапқыда 300 грамм, осы 300 граммның қандай да бір бөлігі қазір мына сумен реакцияға кетіп қалады. Неге? Өйткені олиум ішінде су болуы мүмкін емес. Мына ерітінде су бар. Мына су қайда кетеді? Толықтай SO3 пен реакцияға кетеді. SO3 плюс H2O нәтижесінде менде H2SO4 пайда болады. Хотя маңызды емес, H2SO4. И вот, осы судың массасы арқылы біз қазір қанша SO3 реакцияға жұмсалғанын таба аламыз. Мына 300 граммды біз қолдана алмаймыз, өйткені ол бізде толықтай реакцияға жұмсалмайды, қандай да бір бөлігі олиум ішінде қалайын деп тұр. Так, кеттік ал. Мынаның массасы бізде X болсын, судың массасы 49,6 бізде белгілі. И осы арқылы давайте SO3 тауып алайық. SO3 нөмірі 80 кетен, судың нөмірі 18 кетен. Осыдан мен қазір SO3 реакцияны тауып аламын. Так, қысқаша жасайын, реакция осы арқылы. 80-ді көбейт 49-ды 6-ға бөл 18-ге. Так, 200,4 грамм. 200,4 грамм. 220,4. 220,4 грамм. Так, енді реакция бізге белгілі. Енді қанша қалғанын табайық. Масса SO3. SO3 қалдық. Яғни олиум ішінде қалатын масса ғой. Бастапқыда бізде міне 300 болған. Осының 220-сы бізде реакцияға жұмсалды, жаңа есептеп алдық. И қанша олиум ішінде қалатын қазір табамыз как раз. Минус 300. 79,6 грамм. 79,6 грамм. Осыдан енді олиум омегасын тапсақ болады. SO3-ның омегасы. SO3-ның массасы белгілі, ал жалпы олиум массасы ол мына екеу массалардың қосындысы. Бізде 248 бен 300 грамм екеуі араластырды, нәтижесінде бізде 548 болады. 548. Осымен жауабымыз. Так, 79,6-ны бөл 548-ге бізде шығады 14,5, процентке айналдыру үшін 100-ге көбейді. 14,5% или 14,52%. Жауаптарына қарауымыз қажет. Так, 14,53 дейді. Ну вот осы жақын жауап болып тұр. Қайтадан есептің берілгенін көрсете кетейін. Олиумды мүлдем шығара алмасаңыздар, міндетті түрде жаңағы видео сабақты қарап алыңыздар.
мына жерде сұрақтар өте көп. Әрбір сұрақты прям нөлден түсіндіру әрине маған қиынырақ. Сондықтан кейбір сұрақтарды мен тезірек қарастырып жатырмын. Дегенмен результатымызды қарамас бұрын қазір мен аяқтауды басып, неше балл алғанымызды тексеремін, сосын тоқталамыз. Так, сонымен олюмның үлесін табу үшін бізге қанша СО жұмсалғанын табу қажет болған жаңа. Бастапқыда 300 грамм болған. Так, қанша жұмсалғанын біз анықтадық мына реакция бойынша. Өйткені су бізде толықтай реакцияға түседі. Подсказка олюм түзілуі. Олюм ішінде су бізде мүлдем болмайды. Осы арқылы біз 220 граммды таптық. Бастапқыда мына 300 граммды біле тұра, реакция қанша жұмсалған біле тұра, олюм ішіне қанша қалатын таптық. Олюм жалпы массасы бізде 548, соның ішіндегі 79,6 грамм таза СО3-ке тиесілі. Процентке айналдыратын болсақ, бізде 14,52% шықты. 53% да? Так, жақсы, осымен аяқтайық. Егер де қателер болып жатса, мен міндетті түрде комментарий жаза кетемін. Егер де алдыңғы видеоларын қарайтын болсаңыздар, арасында біз 49, 48, тіпті 46 алған кездерде бар. Соңғы жылғы ұбт-ның сұрақтары проблемный, өте көп апелляционный сұрақтар бар. Егер де мен уверенно жауап беретін болсам, дегенімен бір жерде 1-2 балым жоғалып кетеді мүлдем. Сондықтан видеоның соңында мен міндетті түрде комментарий қалдырып отырамын. Ну, хотя мына жерде вроде проблемный сұрақтар болған жоқ. Надеюсь, толық балымызды аламыз. Міне, 50 балымызға қол жеткіздік. Значит, ешқандай проблема болмады. Қайтадан сұрақтарыңыз болып жатса, міндетті түрде комментарий қалдырып отырыңыздар. Курс жайлы сұрақтарыңыз болып жатса, міндетті түрде астындағы номер бойынша хабарласыңыздар. Жалпы ұбт-ның бір нұсқасын біз талдап шықтық, 50-ден 50 балымызға қол жеткіздік. Осы 50-ден балды сіздер қаңтар ұбт-да алатындай боласыздар. Осымен іске сәт. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Комментарий қалдырып отырыңыздар, каналымызға жазылып отырыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.